Жерден жеткен жәдігерлер бөлімі бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы қыз жібек жыры, жырда кездесетін троп түрлері. Сабақ мақсаты: шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдаңыз. Балалар, алдымен троп қандай тәсіл екенін түсініп алайық. Тропты басқаша құбылту деп атайды. Троп немесе құбылту атаудың немесе мағынаның ауыспалы түрде қолданылуы. Яғни, сөздерді тура мағынасында емес, әдеби тілдің әсемдігі, әсерлігі үшін бейнелеп қолдану тәсілі. Белгілі әдебиеттанушы ғалым Қажым Жұмалиев троп түрлерін 6-ға бөліп қарастырған. Метафора, кейіптеу, метонимия, синекдоха, символ, аллегория деп. Сіздер бүгінгі сабақта метафора мен теңеу туралы білімдеріңізді толықтыратын боласыздар. Әдебиетте басқа да троп түрлері көп. Эпитет, теңеу, гипербола, литота сияқты тағы да басқа түрлері көп екен. Қанекей балалар, кестеге назар аудара қойыңыздар. Бұл кестеде метафора мен теңеу туралы толық ақпарат берілген. Метафора, басқаша оны ауыстыру деп атайды. Екі нәрсені ішкі сыртқы ұқсастықтарына қарай ауыстырып қолдану тәсілі. Мысалы, ақын жел, есер, гулер жерік желдей, ақын от лаулап жанар, аспанға өрлей деген Мағжан Жұмабаевтың өлеңінде метафора кездеседі. Мұнда ақынды желге, отқа балап, желдей гулейтіндігін оттай лаулай алатын сипатымен ауыстырып отыр. Ал енді теңеу затты, нәрсені қасиетіне қарай ұқсатып қолдану. Мысалы, Алпамыс батыр жырынан мынадай үзіндіде теңеу кездеседі. Келеді желдей зуылдап, жеткізбейді шұбарат. Аттың жүйріктігін желге теңеп суреттеп отыр. Балалар, теңеу дай-дей, тай-дей жұрнақтары арқылы жасалады және сияқты, секілді, тәрізді септеулік шылаулары арқылы да жасалады. Бұдан басқа да ұғымдармен алдағы уақытта танысатын боласыздар.